Саламатсыздар ма, болашақ магистранттар? Бүгін сіздерге ағылшын тілінен, грамматика бөлімінен тест алып келіп отырмын. Қанекей, онда тестімізді бірге талқылайық. 17. My favorite бос орын is Beethoven дейді. Бұл жерде my favorite деген сөз бар. Яғни ең ұнататын, ең сүйікті. Сіз ең ұнататын нәрсеңіз ол біреу ғана болады ғой. Сол үшін C варианты алдымен шығарып тастадық. Ал енді А вариантқа келсек, a composers дейді. Яғни оның артында S көптік жалғауда тұр. Онда А вариант шығарып тастаймыз. Б вариантқа қараса a composer дейді. Иә, бұл келіп тұр. Д вариантта біреу екендігі берілмеген. Д вариант шығарып тастадық. 18-ші тест. 18-де I want to sleep, please turn off the light. Бұл өте қарапайым, түсіндірудің керегі жоқ шығар. 19. The book is which I have ever read in my life дейді. Ең сүйікті шырай. Бұл жерде more interesting дейді. Егер зән әрпі қолданған болса, онда more interesting болсын. Бірақ бұл жерде зән әрпі келген жоқ, салыстырған жоқ, яғни аны шығарып тастадық. Б вариант the most interesting дейді. Иә, Б вариант келіп тұр. The more interesting дейді. The more болып жалғанбайды. Most interesting дейді. Ең күшейткішіп келгенде the must болып жалғанады. Ол үшін Д вариант шығарып тастадық. I can do it myself. Бұны түсіндірудің керек жоқ шығар. My sister had 5 apples and then she gave 2 for me. How many apples does my sister have now? Ода 5 алма бар болатын. Ол маған 2-ін берді. Енді өзінде 3 қалды. А вариант тура. Put adverb definitely into cracked, please. Бұл жерде adverb деген бір әрекеттің қандай дәрежеде, қандай орында, қандай амалмен, қандай уақытта болып жатқанын білдіреді. Негізі көп жағдайда LV мен аяқтайды соңғы әріп. Сосын бұл әрекеттің қай жерде болғандығын болдырып жатқандықтан оның алдында жалғанады. Яғни Are you definitely going away next month? Д варианты тура. Алдында жалғанып тұр. 23. Johanna was born 1997. Wasn't she? Егер қандайда бір жылды берілсе, оның алдына ин әрпі жалғанады. Ин әрпі жылдың алдында және айдың алдында жалғанады. Егер апта болатын болса, онда 10 әрпі жалғанады. Егер әт болатын болса, бір тұрақты уақытты айтады. Ал егер ол жерді білдірмекші болса, ин деген бір точно бір жерді айтады. Мысалы, she is in the kitchen. Ол асхананың ішінде. Ал егер on болатын болса, бір нәрсенің бетінде. Мысалға алып айтсақ, on the desk дейді. Дәскенің бетінде. Егер at болатын болса, бір точно жерді айтады. Мысалға, I at bus stop. Яғни остановкада тұрмын. 24. He taking early retirement дейді. Ол ойлап жатыр. Пенсияға ерте шыққанды дейді. Сол үшін бұл жерде Б варианты тура. He is considering taking early retirement. 25-ке келсек, when I come home, somebody flowers for me дейді. Ол үйге келген кезде біреу гүл тастап кеткен. Бұл past perfect жағына келіп тұр. Had қосамыз web 3. Яғни бір адам оған гүл тастап кеткен. Бұл вариант тура. 26. Any of Shakespeare's
place. Бұл жерде сізден сұрамақшы, сіз қандайда бір кітапты оқыдыңыз ба, осы автордың кітабын оқыдыңыз ба деген. Do you болатын болса, ол қазіргі шақ, яғни апсаймыз. Had you read, бұл жерде бір точно уақыт или before, сондай by the time деген заттар берілмесе, онда бұл вариантта болмайды. Ал did you read, сен бұрын оқыдың ба деген сияқты. Ал енді have you read болатын болса, онда ол осындай басыңнан кешкен оқиға болды ма деген келеді. Сол үшін the варианты тура. 27. I heard yesterday дейді. Бұл ең қарапайым сөз, яғни мен кеше оны көрдім. The варианты C-дің өткен шағы. So. 28. Look, I бос орын by my nail master. Do you like them? Бұл жерде бір іс-әрекет орындалған, және ол келесіге ықпалы бар. Сен оны ұнатасың ба дегенге келіп тұр. Бұл вариант тура. Мен маникюр жасаттым. Сен оны ұнатасың ба? Бұл варианты тура. 29. You swim when you were 7. Сен 7 жасыңда осындай суға жүзе аласың ба деп тұр. Бұл жерде А варианты тура келіп тұр. Егер were able болатын болса, оның артына to жалғану керек. Және де to келмейді. Естеріңізде болсын. Сол үшін бұны апсадық. Егер can болса, ол қазір шақ келмейді. Did can деген вообще жоқ нәрсе. I know we lock at store. I clearly remember. Remember сөзінен кейін ing жалғанады. Сол үшін бұл жерде Б варианты тура, және to locking деп жалғамаймыз. Естеріңізде болсын. Yesterday I heard someone. Мен кеше естідім біреулердің айғайлағанын. Б вариант бізде тура болып тұр. We don't leave food on the table. If we scat will. Бұл жерде біз столға тамақ қалдырмаймыз дейді. Егер біз қалдырсақ, онда мысық оны жеп кетеді дейді. Егер біз қалдырсақ, яғни өткен шақта айтып тұр, онда мысық оны жеп кетеді, ол келер шақта болып тұр. Д вариантта біз қалдырсақ, онда ол жеп кетеді деп, Д вариант тура болып тұр. 33. Look at Tom. He with scissors дейді. Қазіргі шақта айтып тұр. Томға қара, ол қайшымен ойнап отыр. Д варианты тура. 34-ке келсек, the correct sentence with subjunctive mood is дейді. Бұл жерде егер бір қалау болса, болмаса if, I wish, сондайларға келсе, subjunctive mood қолданылады. Яғни ол болмаған жақ, қазір болмаған жағдай. Өзінің қалауы болмаса, біреудің ақылы болса, онда subjunctive mood қолданылады. А вариантқа қарсы, it is essential that everyone be here on time дейді. Бұл жерде be әрпі өзгерген жоқ. Ол subjective moodта ол өзгермеу керек. Мысалы, been бол, has бол, өткен шақта келмеу керек ол. Тек өз қалпында тұру керек. Сол үшін А вариант тура.